Менің ойымша, сонау Манап Көкенов, Мәриям Раишева, Әмір Мәжитов, Бексұлтан Байгенжиевтердің кезіндегідей Жаңақорған сахнасының, Жаңақорған театрының қайта өрлеуі басталған сияқты. Театрға үлкен мән беріп жатырмыз. Жаңақорған сахнасында Ұлы Қазауат, Айқожа Ишан, Хиссамидин керемет дүниелер сахналанып жатты. Тарих оны еш бұрмалауға келмейтін дүние. Қанша тұмшалап жапсаң да күндердің бір күнінде ашылады. Сондықтан тарихты бұрмаламай таза берген дұрыс деп ойлаймын. Мен сол кезде қандай кемпір шал болсын, не болсын, қай жерде осы біздің сыр бойының тарихына байланысты не бар десе, соны алып дәптерлеріме өстіп жинай бердім. Шежіре жинайсың бірінші. Одан кейін жаңа оқиғалар жинайсың. Одан кейін конфликтілер жинайсың. Жылға ізденген жан-жақтан материалдарының негізінде сол Раушанның тағдырына байланысты, әсіресе оның бүкіл ғұмыр жаңағы артында қалған ең үлкен ізі бұл Раушан Зұлпықар каналы дейміз ғой. Соның оқиға трагедияға байланысты Жаңақорған трагедиясы деген тарихи драма жазып шықтым. Осы Раушан туралы. Раушан шынында кім еді? Раушан 1888 жылы дүниеге келді. Сыр бойында. Оның әкесі Әбенқожа Сауран деген атақты жер бар ғой. Сол жерде болыс болған. Болыс әрине сол заманның бетке ұстар ел билеген азаматтар ғой. Ол кез сыр бойында қандай жаңалық еді? 1888 жылы туылып отыр. 1904 жылы темір жол келді. Міне, қазақ даласына темір жолмен бірге сол келген мектептерде оқыған ұрпақтың, қазақтың маңдайына біткен мың шақты зиялы қауым өкілдері шықты ғой сол кезде, 20 ғасырдың басында. Алды Әлихандар, Мыржақыптар, Тұрардың өзі де сол темір жол, Сұлтанбек біздің жақта, Мұстафа Шоқай. Міне осылардың қатарында Раушан Әбенқожаев та сауатын ашты. Түркістанда русский туземный двухклассный школа деген болған, сода оқыды. Және ол кейін Ташкентте оқыды. Санкт-Петербургте де осы су жағының білім алды деген деректер бар. Сонымен не керек? Раушан су маманы болып шықты. Деген көл бар жерде. Соның ар-жағынан жаңағы бір құдықты қазған адамға 1 теңге береді екен. 1 теңге алады екен. 1 теңгеменен Ташкентті базарлайды екен, Түркістанды базарлайды екен. Мірлеп саудаға қанда, білдіңіз бе? Ол үлкен ақша болып тұр ғой? Ол үлкен ақша екен. Сол 7-8 құдық қаздырған, ар жағына қарата су ағызам деп. Бірақ ол қалып кеткен. Ноғайлар отырған, киікшілер отырған, осындай бір белдің астында олар. Мынау Майдамталдың өзенінің суы, мынау 30-шы разда Есі Сауран деген жер болған. Қазірде бар ғой енді Есі Сауран. Сол жерде өзбек атам балалар болған. 2000 ба 3000 үй болған.
Содан мына судың бәрін сол кісілер алады екен. Bir 50 шақты жігіті судың басында жатады екен. Суды охранить етіп, қорып. Жан жағындағы жағы жетімдерге, найманға, божбанға, немесе жауғаштыға бір шелек су бермейді екен ол уақытта. Біздің дарияның жағасында отырған көп жиналған қауымдар өте қиыншылықпен өтті. Өте қиыншылықпен өтті. Неге де? Шығыр деген болатын. Шығыр. Түйесі бар ма, сиыры бар ма, аты бар ма? Соны жаңағы шығырға қиқылдатып, шелек байлап, су шығаратын. Я ол егіске жарамайды. Әйтеуір 1 гектар, 2 гектар тарегеді, жүгерегеді, анау-мынау күн көріп жүрген ғой. Ескі Сауранның тұсында қоңыр төбе, сосын мынау тау жақтан ағып келген ашылған өзен болған. Сол өзеннің жағасында тұрған. Жаңағы өзіміздің сол Раушан, жаңа әбен болыс атамыз болған, сол Салғожа атамыз, солар бәрі сояқта ұрпақ жайып сояқта тұрған. Содан жаңа Раушан атамыз, мен жаңағы болыс атам іспілермен өзі сауатты кісі болған. Содан жаңағы Раушан атамыз сол жерге колхоз ашқан. Колхоз, Қызыл әскер деген колхоз болған. Сол жерге канал қазып, мақта еккізген. Bir günü atam oturup ойбай dedi, Ravshan kepti dedi. Şu okuğun bitirip begene geldi. Sonda bizim ata babalarımız benim biraz yerde aralagan eken koy жаңағы кісі. Koy. Men елді жинап, Құда қаласа, осы елге бір жақсылық істейін. Ей, бұл бәрі туысқан бауыр ел ғой бұл. Елге осындай қамқорлық жасайын деп. Сол жинамаған жері қалмаған екен. Өзбек, қырғыз, қазақ әгер енді шо каналды бастаған. Жаңағы шығыр дегенменен, ал кейбіреулер шелекпенен апарып асқабақ қауын соның түп-түбіне құйып дайраға жақын жерге сөйтіп күн көріп отқан халықты сонша дәрежеге көтеремін деп істеген еңбектері Раушанның аз болған жоқ еді. Енді менің әкем Кенжелі Әшімнің айтуы бойынша ол кісі Раушанды көрген екен. Қалжан сол кезде Түркістандағы Нұрмағамбетов Қалжан үлкен бақуатты кісінің бірі болған екен, туысқаны. Ал енді мынау жағдай осылай болып жатыр. Сен енді нағылу үшін мына жетім жесірлерді балаларын ұйымдастырып, интернат ұйымдастырып, сосын мынау адамдарға ауқатпен қамтамасыз ет деген екен. Сонда 500 адамды Қалжанның өзі тікелей күнделікті ауқатымен қамтамасыз етіп отырған екен. Сондағы жаңағысы енді неде? Әр байларға сен пәлен жылқы, пәлен қой бересіңдер, анау қыласыңдар, мынау қыласыңдар дегенде, сол байлар анау жаңа болыстардың істеп жүргенін қара айналайын-ау. Осы кісінің бастамасымен басталған жұмыс сол кезде мынау жаңағы мына Үрстем дегендер кісілер, Батырбек деген кісілер сол енді жаңағы айтқандай осының аты қалып қояды деп кедергі жасап, бұл кісі денсаулығына байланысты Қырымға демалуға кеткенде жаңағы еврей доғдырына барып пара беріп жаңағы өтініш жасаған ғой. Бізге осындай жасап берді. Сонда Шылқысын қуып, азаннан кешке шейін қуып, қара тер қылып, өлесі қылып. демалдырмай келдіңдерді сойдырып жіберіңдер, сөйтіп соны ауқатқа беріңдер деген ғой. Міне содан барғанда жаңа саратты сондай сарат сойған деген себебі, сондай бір саратты сондай етіп, ауқат жасап береді. Содан жаңағы адамның бәрі ішетіп. Өзі күн ыстық, халықтың бәрі шықақ болған екен. Сол ал мынандай оба келді, мынандай жағдай келді деп, жоғарыға жазып, тарқатып жіберген екен халық. Жаңағылардың істеп жүргені.
Сөйтіп мына канал қазылмай қап еді ғой. 1926 жылдар еді. Менің әкем үлкен би еді. Қожалардың ішінде, Аққорғанның ішіндегі үлкен Садан би деген би еді. Сонда мен 9-10 жастадым. 10 жас дедім. Bir күні Рәушан қожаны ертіп кетті. Үйге. Сөйтіп, біздің атамның жылап отырғанын көріп ем. Мына баланың еңбегі босқа далаға кетті. Бүтін Өзбекстанның Қоқан, Самарқан, Бұқараға шейін бұл екі ортадағы бар халықты жиған еді. Құмырсқа қандай болса сондай болып еді деп жылап отыр еді атам. Bir қожадан біреу шықты, қарадан екеу шықты, үшеуі бұлды. Каналды тоқтатып қойды деп жылап отырғанын естіген. Содан сол канал сара тойғаннан жаңа неге шейін келді. Қайгөледей бер жағында төбе бар ғой? Абыз төбе. Абыз төбеге соның көліне құйғанша болды дағыны 25-30 километрдей қазылып келді. Ар жағы тоқтап қалды деп жылап отырғанын естіген. Бұл жылап отырған сіздің әкеңіз Садан ғой? Әкем Садан. Садан жылап отырды. Сол жағаға канал қазылып келгенде енді бір шамал бірақ төбе қалған екен. Иә. Сол төбеден белме қарай канал кетсе, белме қарай қазудың керегі жоқ. Керегі жоқ еді. Керегі жоқ еді. Атаң рахмет. Соған жеткізбейміз, Рәушан атағын алып кететін болды бір қожа. Деп бүлдірген екен. Сонда Айдар қожамен екеуі отырып жылағанын талай естім. Рәушан. Ей, Айдар қожа, ендігі мына халықтың қамын өзің жерсің деген әңгімелерін көп естім. Айдар қожамен де біраз болды. Сосын қайтып мен Рәушанды көргенім жоқ. Мәдәл дейтін шыққан ауылдан үкіметтің көзі орнаған кезде халықтың малының бәрін шетіне қырып қуалап апарып Жаңғырған көліне сойып төсін жеп міне яғын көлге тастайды екен ғой, малдың бәрін апарып сойып. Бұл жаңағы конфискацияның кезі ғой енді? Иә, сол кезде. Ашаршылықтың алды. Алды. Халықтың бәрі қашып, байлар кесіп қалған. 1933 жыл, 32-ші, 31-ші жылы біз тегіс көтерілдік. Бүйірдегі халықтың бәрі. Сонда Бесарықта өлген адамның Бесарықпенен жаңағы Аққорғанның екеуінің ортасынан қыстың күні кеттік. Мұз әгер қадам сайын бір адам десек өтірікші болмаймыз. Қырылып қалған адам. Ашаршылық бастады. Үй тігулі күйінде мүлкіменен қалды деді. Әкеміз бен шешеміздің айтқаны. Мені көтеріп қолықта пойызға мінді, сол бой кеттік деді. Сол кеттістен жаңағы Ауғанстанға өтеміз деп өтемай қайтып бері жағалаған жері ғой енді. Баяғы 100 үйдің ішінде Божбан да бар, Құйысқансыз да бар, Ақболаты да бар, барлығы бар. Бірақ барлығы жаңа орғандық соның. Ай, айналайын, Рәушанжан-ай, сол канал біткенде, канал болғанда, біз қаңғырмайтын едік қой. Мұндай ашаршылық болмас еді ғой. Іш болмаса, әйтеуір қыстық, азығымызды, қыстық дәнімізді алатын едік қой. Жанымай, бекар болды деп кәриялардың 10-15 аштан өлейін деп отырған кәриялардың жылағанын естіп ем. 7-ші жылы мен барғанда кітап деген жерде отыр екен. Bir dalada, tek жерде. Сонда
Uaylamakсымын, niyetmakсымын kişkentegene şaylası var eken. Ana yolum iyi mi? Sonda oturatın et. Benim körgönüm. Sonda Özbekiston'da o yakta başbankçı var et. Küm batkandan keyin жаңағы түйекөштер ауылға келе алмаса тонайтын. Осы жерлеріміз таяқ алып ауылдағы әжетке жарайтын жігіттердің бәрі жолды күтіп тұратын қараңғы болғаннан кейін. Неге ана баспаншылар тонап алып кеткенін тасып барады? Ел болғасын арада жанжал болады, ұрыс болады ғой жаңағы. Келет, ниет мақсым, сөзге онша ұста емес қой, о кісі. О кісіге нағмайды. Уайда мақсым сөзге ұста кісі болған опша. Сосын уайда мақсым баратын тұғы соған. Үлкен жанжал болып кетеді. Сондай даулардың бәрі уайда мақсымға тұрады. Өзбектер де тұратын еді Құданың құдіреті. Сонда жаңағы Айдар қожа осы яқтан барған бар жетім жесір мүсәпірді жинап колхоз ашты. Әйтеуір Жаңақорғаннан көшіп келгеннің кім болса да о болсын, осы жерде егалық қырып, жаңағы Әбу Талып бар, Үдәйя бар, басқа да осындағы азаматтардың көмегіменен солардың басын қосып 1200-дей оттың басын аман сақтап қалуға себепкер болғандығын біз айтпай отырамаймыз. Ал енді жаңағы Ақын Бабаевтың уәкіл баласы болып, осында мынау Жапар жәкелеріміз біздің осындағы мынау маймақ болған Сүннетулла атамыз Егенберген бар, тағы басқа Көккөз мынау Сүлеймендер бар, Құдияр жәкелеріміз бардың айтуы бойынша жас кезімнен мен осы жаққа көбірек араластым. Сонда сол кісілер айтатын, мына Өзбекстанда 3 адам билет дейді. Мәселен, Ақын Бабаев, Осман Юсуп, Айдар қожа дейді. Ал енді айтуына қарағанда сыйысатындай жағдай. Өйткені Осман Қошаевқа сонда уәкіл бала болып, еркін болған екен бұл кісі. Осман Юсупқа барады ғой. Барып сөйтіп амандасып, «Нема жүріпсіз Айдар екен» дейді. Исмайылға звонить етті, пәленшаға, бұл 10 күннен кейін Айдар қожа барады. Бір 1000 ешкі бір 2 ауданыңнан күзде қайтып аласың дейді ғой енді. Әбу Талап, сосын Үдәйя бар, өзі бар, Мәмет Жәкеміз бар. Осы жерден 10 шақты жігіт болып, Ферғанаға барып 1000 ешкіні алып қайтады ғой. Міне сөйтіп енді сол жыл егіні жақсы болып, халықтың жағдайы сондай әдемі болғаннан кейін енді күзде жиналыс болмай ма Ташкенттің орталығында? Сонда Осман Юсуп жолықпай ма? Айдар қожаға бұл жұрттың аманатын неме қыламыз десе, сен Осман Юсуп болсаң, мен Айдар қожа болсам, бұлар бір ешкісін беріп алып қойды демеймін. Орынды қожа болсың деп, сонымен тегін пайдаланып кеткен екен. Міне бүгісінің осы халықта үлкен халық үшін еткен еңбегін біз әр уақытта кейінгі ұрпақ үшін үлгі етеміз. Тәжікстан келетіп, Түркістаннан түстік бір адам бір шал бір сұбаны құшақтап, Қожа Ахмет деп айқайлап тұрған екен. Сосын мен Қожа Ахмет дегесін денем дүрілдеп барып, ассалаумайын қолын алдым. Кімсің қожамын? Ақ қожа болсаң, мен де қожамын қанша етеген. Қаяққа барасыз? Баратын жерге мен ертіп бар деді. Енді етмақсымдікіне ертіп бардым. Көрсек етмақсым біледі екен оны. Оны жақтырмайды екен, ол белсендігі абдан бәле болған екен. Сондай ел арасына ірікті салып, аналарға еріп, жаңағы үрістім, жерге еріп, ондай болдым. Құдай кешер ме екен деп жылап жіберді. Соны көрдік қой енді. Рәушан дегендерің қандай кісі еді? Ой бұл. Рәушан. Елге лайықты ер туат, ерге лайықты ат туат. Бұл елдің маңлайына біткен бір азамат еді. Бірақ сол қатары жігіттер шығып, соны архивтан осы Мұсахан. Молодец Мұсахановқа да. Архивтан таптырып алды ғой соны. Қазақстан бар, Ташкентке шейін барып жүріп, соны архивтан таптырып алды. Каналдың проектісін. Сонда 53-ші жылы, 51-52 жылы перме бастық едім. Сонда Мошенко деген бір орыс бар қасында. Тағы 1-2 орыс бар. Біраз жігітпенен
Сол каналдың проектісіменен өлшетіп жүр екен ғой Мұсахан. Проектісіменен. Жаяу жүрген ғой. Жаяу жүріп, көрсең пұтындағы шалбары пырым-пырым, аяғындағы пәтіңкесі тозған. Бір ай болды Құрбанжан-ау дейді. Бір жерде бар ма бір нәрсе? Бір қойшының үйіне бір әкеп бір мал сойып түйірді, солар шығар салды. Мұсахановтың еңбегі де көп болды. Соны жеткіземін, соны апарамын орнына деп істеді. Ал енді бабамыздың ол болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол деген сөзіне менің енді Зұлпықар ағамызды мен аз болса да көріп қалдым. Сөйлесе де мәнді сөйлейтін, осы жеткізіп сөйлейтін, тигізіп сөйлейтін, ойын осы сондай бір шымдап болса да жақсы мысалдармен толықтырып, әдемілеп айтатын керемет кісі болатын. Ол кісінің тұла бойы да, өзінің болмысы да, өзінің тіпті бойы да еңселі кәдімгі есте қалатын үлкен кісі болды. Бұл кісі жеке өзі қанша білікті болғанымен біріншіден бұл кісіні халық қолдаған. Қолдағанда сол жергілікті халықтар Жаңақорғанның халқы қолдаған. Өз Жаңақорғандықтар жақсы көретін өсін. Екіншіден басшылар қолдаған. Басшы болғанда әсіресе республиканың басшысы. Демекең, Димаш Ахмеш Қонай. Бірақ Раушанның қазақ тарихына, қазақ әдеби кеңістігіне шығуына бірінші қадам жасаған бұл Серік Байқонов ағам. Публицист, жазушы, телевидениенің атақты редакторы болған кісі, ведущий болған. Сол кітап жазып, ол сол кезде жарияланды. Яғни ол жерде ол Зұлпықар Мұсаханов көкеміздің өзінің аузынан жазып алды ол тарихты. Бұл не үшін керек? Бұл қазақ мүддесін, басқа нәрсенің, қиын заман болсын, басқа болсын, кризис болсын, қазақ мүддесі үшін өзінің жанын берген адамдар, ал енді сол қазақ мүддесіне қарсы әрекет жасаған халық жауларының олардың да бет бейнесін көрсетеміз. Яғни тарихты парқылаймыз. Бір ғана Жаңақорғанның аймағын ғана қамтымайды. Бұл пьеса егер сахналатын болса, оның масштабы үлкен. Бүкіл қазақ қоғамын, қазақ өмірін көрсететін дүние. Ал енді негізгі басты герой, басты кейіпкер Раушан Әбенғожа ұлы ағам, атамыздың сахналық кейпін мен көзбен елестеттім. Көзбен елестетіп, іштен жыладым. Неге? Қазаққа келіп жатқан үлкен апатты, ашаршылықты алдын ала сезіп, алдын ала қам жазған бірден бір азамат болса, соның бірі осы Раушан атамыз екен. Оның көзқарасы, болжай білетін көрегендігі деп айтуға болады. Бұл жерде суреткер, автор әдемі берген. Тіпті Ресейдің отарлау саясатының, бұрынғы отарлау, патша үкіметіндегі отарлау саясаты емес, тіпті жаңа өкімет, революция болғаннан кейінгі большевиктердің де отарлау саясаты және ұлттық құрту саясаты, бұның барлығын астарын сезген адамның жан айқайы көрінеді бұл пьесадан. Айтайық, бұл геноцид екен анық нәрсе. Өйткені патша заманынан бастап қазақтың жерін босату, қазақтың жерін игеру мәселе жолға қойылған болатын. Большевиктердің шын мәнісінде толық орындалған жалғыз шаруасы осы қазақтың жерін босату, 38 жылға ашаршылық болды. Ал сол кезде қазақтың үкімет басында отырған адамдар болды. Елтай болды, ол кісі енді сауат төмен адам дейік. Құлымбетов деген болды, Ораз Исаев болды, тағы басқалар. Олардың бәрі кейін атылып кетті. Голощекин де атылды ғой. Біз сол атылып кеткен адамдарды баяғы қазақтың арыстарымен қатар қойып жүрміз. Олар қылмыскерлер. Олардың қылмысы жаңа Голощекиннің қылмысынан гөрі ауырырақ.
Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, осы Қазақстанда ашаршылыққа тікелей күнәкар орталық биліктегі адамдардың қайсы десек, әрине большевиктік партия Сталиннен басталады. Ең үлкен кінәлі күнәкар адам Тұрар Рысқұлов болады. Тұрар Рысқұлов кәдімгі үкімет басшының орынбасары болып отырған кезде Қазақстанда колхоздастыру үшін 35 жылдан 31 жылға көшіріп тездеткен Рысқұлов. Орыстың зерттеушілері, ғалымдары, жазушылары, олар Сталиннен соң күнәкар Рысқұлов деп есептейді. Енді Тұрар Рысқұловтар кімдер жасады ғой енді, Голощекинмен бірігіп, коллективизация жасаймыз деп. Сонда Раушан оларға қарсы шыққан тұғын. Оның айтқаны. Алдымен қазақтың малын тартып алмас бұрын, канал қазайық, егін егуді үйретейік, содан кейін отырғыш жасаңдар деп. Оған большевиктер қоя ма? Ұрандатып. Міне осы трагедияны мен көркем образбен ашып беріп отырмын. Енді сол 11 елді мекен. Осылардың халқы 50 жылдан бері сол судың игілігін көріп келе жатыр ғой. Раушанның зираты 90 жыл болды. 29 жыл көмілді ғой. Теп-тегіс болып, төбе болып жатыр енді. Әруақ риза болмай, не дейді жаңа? Тірі байымайды дейді. Ағайындарым, осындай адамды Раушанның басын көтерейік, бірге көтерейік. Шамамыз келгенше, бұл іздеген адам алыстан көріп, барып басына дұға жасайтындай бір белгі қояйық. Түкпірде терең жатқан сыр, өткенді айт деп тарих тұр. Шер болып қатқан жүректай, кезеді өткені ол бұлдыр. Кезеді ол бір тым-түнек, езгіден жүрген ел жүдеп. Өзгеден көргені өгейлік, өзекті күткені тілгілеп. Келмейтін жөнге тобаға, қырсықтың ісі оңаман. Шелекпен төгіп дарияны, бұруға кері боламан. Дәл сондай соқыр содырлар, отаршыл озбыры тобырлар. Қосақтап қойдай айдатқан, қазақтың қалыңы соры бар. Зәбір мен жапа шеккен зар, көтерер елдің жүгін нар. Дәл осы тұста қайыспас, ұлға жетеді бір туар. Ананың пісіп толғағы, жар болып баба әруағы. Сүйінші ұлыл деп жаттай, болыстың әбені шаңырағы. Бабамыз әбен баласын, мөлшерлеп дарыны шамасын. Жеті бет білім ордасы, Петербурдың қаласын. Сондағы ойы арманы, халқының қамы алдағым. Үйреніп жер мені су жайын, көтерсе елдің салмағын. Сол Раушан оқу бітіріп, еліне келіп, әрқайсы әр жерде шығыр тартып пендешілік көрген халқын басын жиып, ынтымаққа, бірлікке бастап, сондағы айтқан әңгімесі екен. Қалдырған мұра бабамыз, жер мен су деді анамыз. Бірігіп еңбек жасайық, жеткенше жігері шамамыз. Дебіран тастап қалқына, өшпесіз бастап артынай.
тығырықтан жол тапқан раушан сынды нар тұлғай. Әттең ай дүние, әттең ай, еңбектің зая кеткен ай. Қияға самғар армандай, қапасқа тұрғыны еткен ай. Каналы қалды қазылмай, құлашы кетті жазылмай. Кетпен мен күрегі ол қалдай, айта алмай кеткені назындай. Әттең ай дүние, әттең ай, еңбектің зая кеткен ай. Қияға самғар армандай, қапасқа тұрғыны еткен ай. Каналы қалды қазылмай, құлашы кетті ай жазылмай. Кетпенмен күрек ол қалдай, айта алмай кеткен назыныдай.